Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін меренге рулет дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді рулетіміз. 5 дана жұмыртқамызды алып, ағуызынан ажыратып алатын боламыз. Ажыратып алған ағуызымызды таза, құрғақ ыдысымызға салып, блендердің көмегімен 2-3 есе масса болғанша 15-20 минуттай блендерлейміз. Төменгі жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа дейін 1-2 минут салып отырып 15-20 минуттай блендерлеп алатын боламыз. Осы кезде 220 грамм қантымызды дайындап, аз-азын сала отырып блендерлеп алатын боламыз. Бірден салып жібермеңіздер. Бірден салып жіберсеңіздер, массаңыз басылып қалуы мүмкін. Массамыз өзінің формасын ұстап тұруы керек. Сондықтан шыдамдылықпен асықпай блендерлеп алыңыздар. Осы кезде шым-шым лимон кислотасын салатын боламыз. Оны да асықпай блендерлеп аламыз. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Кукурузник крахмалымыздан 2 қасығын саламыз. Көп салудың қажеті жоқ. Толтыра 2 қасығымызды салып, біркелкі масса болып араластырғанша блендерлейміз. Өте дәмді болып шығады бір жасағаннан. Сіздер де жасаған болсаңыз, маған кері байланыс жасаңыздар. Менің каналым өте пайдалы канал. Түрлі рецепттер бар, солардан қарап, өз қажеттеріңізге пайдаланыңыздар. Осы кезде сахарный пудрамызды дайындап алатын боламыз. 1-2-3 қасықтай саламыз. Көп салудың қажеті жоқ. Өйткені қантымызды да салғаннан кейін салудың керегі шамалы. Жақсылап тұрып блендерлеп алатын боламыз. Массамыз араласып, біркелкі масса болуы керек. Міне, менің массам дайын болды. Өз формасын ұстап тұр. Сіздерде осылай болуы қажет. Пергамент қағазымызды қиып дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға массамызды салып, біркелкі тегіс етіп жаямыз. Осы кезде пешімізді қыздырып алатын боламыз. Мен 150 градусқа қыздырып қойдым. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан пешіңіздің температурасына қарай мұқият қадағалап қараңыздар. Массаңыз қатты ысып, беті күйіп кетпесін. Менің пешім 150 градусқа қыздырып қойғаннан кейін, массамды салғаннан кейін 100-ге азайттым. Өйткені менің пешім қатты ысып кетеді. Тек қана 15-20 минуттай ғана пісіріп алатын боламыз. Осы кезде петмол сливкиін құйып, слив салмасын дайындайтын боламыз. Блендердің көмегімен құйылғанша блендерлейміз.
Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Сахарин пудра салатын боламыз. Мен 50 граммдай ғана салдым. Міне менің меренгвейім дайын болды. Енді үстіне салмасын салып, кремін жағып жатырмыз. Бір тегіс етіп, әдемі етіп жағып аламыз. Ортасына сіздер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен клубниканы салдым. Егер сіздер банан өз қалауларыңыз бойынша салып әсемдесеңіздер болады. Рахмет, менімен бірге болғандарыңыз.